Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Эфирде Алдаспан хабары, студиямызға келіп жайғасқан қонағымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Оңтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасының Бәйдібек аудандық филиалының директоры Жапал Әмзебекұлы біздің студияда қонақта. Студияға қош келдіңіз. Мінекей, ұлттық кәсіпкерлік палатасы өкілдері осы шалғай аудандарға да жетті деп естідік. Ендеше осы шалғай аудандағы кәсіпкерлер палатасының жұмысы жайлы, өзгерістер жайлы айтып өтсеңіздер. Енді шын айту керек, бұл шалғайдағы аудандар үшін үлкен бір жағымды жаңалық болды. Жалпы осы уақытқа дейін жалпы кәсіпкерлік негіздерін білуде, жалпы кәсіпкерлік істі бастауда көптеген түсінбеушіліктер орын алған болатын. Бірақ осы палатаның ауылдарға келуімен, олардың шын айтқан кезде кәсіпкерлік палата осы ауыл тұрғындарына кәсіпкерлік ағарту жұмыстарын жүргізді деп айтуға болады. Өйткені осының салдарынан қазіргі таңда бізге жалпы кәсіпкерлердің палатаға келіп көмек алушылар, жалпы кеңес алушылар, бағыт бағдар алушылар қазір көбейіп келеді, артып келеді. Бұл қуантады. Сонымен бірге жалпы қазіргі таңда қолданыстағы өздерінің іс-әрекеті бар кәсіпкерлер де өздерінен алдынан келген кедергілер болса, болмаса басқа түсінбеушілік, жалпы құқықтық нормаларға қатысты сұрақтар болса, біздің палатаға келіп, өздері қажетінше кеңес алып, бағыт бағдар алып отыр. Бұл дегеніміз жалпы бір ерекшелігіміз біздің палатаның еш уақытта біздің келген азаматтарды біз әр уақытта жалпы оларды жақсы қабылдаймыз. Және бізде кезек деген, болмаса күтіп тұру деген нәрсе болған жоқ. Сондықтан бізге көбінесе олар келіп өздерінің ойларын емін жарқын бізге ұсынып, бізден жалпы өздері бір қуантатын нәрсе кәсіпкерлер өздерінің қамқоршылары бар екенін, өздерінің қорғаушылары бар екенін сезініп отыр. Бұл деген жалпы үлкен жетістік деп ойлаймын. Палатаның осы қазір бір жыл болады ақпан айында аудандарға келгендігінде. Бұл ойлаймын, бұл жалпы ауыл үшін бір жалпы ақ жарқын, бір жағымды жаңалық болды деп есептеймін. Сонда ауылдағы ағайын қазір орталыққа келмей-ақ сол аудандағы палатаға барса да болды ғой. Енді мысалы бұл жерде бізде жалпы палатаның аудандарға келу себебіне, өйткені бізде өзіміздің тетігіміз бойынша жүйе бар. Жүйе бойынша мысалы кез келген ауылдың кәсіпкері, мысалы осы уақытқа дейін біз айтатын едік қой, үкіметте заңдарға қабылданып жатыр, болмаса мәжілісте соларға өздерінің ұсыныстарын беруге мүмкіндік туындап отыр. Яғни біз осы кәсіпкер мен үкімет арасындағы, билік арасындағы көпір іспеттеспіз. Яғни олардың кез келген қабылданған заңға, болмаса басқа да құқықтық норматив құжаттарға өздерінің ұсыныстарын беруіне мүмкіндіктері бар, жол ашылып отыр. Сондықтан мен айта аламын, жалпы біздің ауданның өзінде салыққа қатысты біршама ұсыныс пікірлер болды. Біз соларды жеткіздік. Яғни кәсіпкердің үнін біз жалпы жоғары деңгейге жеткізуге мүмкіндігіміз бар. Оны ол кәсіпкерлер қазірдің өзінде сеніп отыр. Оларда жалпы палатаға деген сенім қалыптасып отыр. Негізінен бір жасыратын жоқ, біздің қарапайым халықтың әлде осы кәсіпкерлікке деген ынтасы төмен секілді. Мәселен біз осы журналистика саласын жүрген соң, Түркия елінде де көрген кезде, 10 адамның мәселен 8-і осы жеке кәсіппен айналысады, жеке цехтері бар. Осы секілді қарапайым халықпен ынталандыру, кәсіпкерлікке жұмылдыру жұмыстары жүргізіле ме бізде? Енді өте орынды сұрақ деп есептеймін. Енді біздің қазіргі таңда палата осы бірінші болып Қазақстан бойынша, жалпы 13-те оңтүстік қазақстан облыстық өңірлік палата шағын 100 жоба атты кітап әзірлеп шыққан. Оның ішінде халыққа жеңіл тілде, ұғынық тілде жазылған, ішінде барлық есеп қисабы бар. Жалпы қанша уақытта қаражатты қайтады, қандай жетістіктер болады, қайда бару керек, бәрі көрсетілген кітап шықты. Бұл жалпы республикадағы бірінші рет шыққан кітап. Анықтамалық кітап, жалпы 100 жоба, шағын жоба. Біз осы 100 жобаны жалпы қазіргі таңда аудан тұрғындарына кәсіпкерлікті тегін таратып жатырмыз. Осы кітап арқылы қазіргі өзін айталым, мен 20-ның үстінде азамат өз кәсібін бастап отыр. Яғни осы кітапты пайдалана отырып, болар біз кітапты береміз, өздері сол кітаптың ішінен 2-3 жобаны өзі айқындап келеді. Бірақ біз соның ішінде оған айтамыз, мына жобаңыз сіздің осының ішінде тиімдірек болады. Мына жобаны ашсаңыз, ол сізге тиімсіз болады деп көрсетіп беріп отырмыз. Бұның өзінде бұл кітапша да жалпы ауыл халық үшін, қарапайым халық үшін үлкен көмекші құрал болып отыр. Мұны шын айту керек. Бұл кітапты алып алғыс білдіріп жатқан қаншама азаматтар бар. Ой салып отыр. Жалпы бұл айтқан кезде стимулдық құрал ретінде қарастырылады. Қолжетімді ғой бұл кітап? Қолжетімді. Кез келген кәсіпкер келіп, бізден өзі тіркеліп, алып кетсе болады. Сосын кәсібін бастайтын азаматтар да алып жатыр бұл кітапты. Біз ойлаймыз, осы кітап арқылы жалпы біздің аудандық кәсіпкерлердің санын артқызып, яғни осы уақытқа дейін сан деп берсек, сапаға да біз әрекет жасаймыз деген ойымыз бар. Бұл өте қазіргі таңда өзекті мәселе болып отыр. Сондықтан біз сонымен бірге палата, біз көбінесе осы жиындарды ауыл округтерінің орталығында өткізіп келсек, ал біздің аудандық филиал қазір түкпірдегі ауылдарға, мектептерге барып жатырмыз. Сол кітапты таныстырып, сол мектеп мұғалімдер ауыл халқына, оларға жалпы ой салып, оларға жалпы осындай әлемдегі болып жатқан Қазақстандағы үрдістерді көрсетіп,
мүмкіндіктер бар екенін көрсетіп, оларға сол кітаптың ішінен сол жерде отырып біз көрсетіп отырмыз, мынау кәсіп сіздің ауылыңызға болады деп. Сонымен бірге біз аудандық Алғабас газетінде айдар аштық, кәсібіңді аш деген. Бұл айдардың ішінде осы кітап бар ғой. Осы кітаптан ауданға, енді кітаптың 100 жоғы болса, оның бәрі біздің ауданға келе беруі мүмкін. Біз ауданға келетіндерін сол газеттің ішіне біз енгіздік. Бірінші санында шықты, ол мысалы қуырған пісте өндірісі. Мысалы, ол да біздің ауданда жүзеге асыруға болатын. Демек, бұл кітапта мәселен кез келген адам тәуекелге барған кезде қорқады ғой. Елік үлкен. Мәселен, наубайхана ашатын болсам, бәленбай ақша кетеді. Бәленбай мемлекетке қайтарам. Осындай құжаттар керек деген секілді барлық анықтамалық құжаттар бар ғой ішінде. Бәрі бар. Ішінде мысалы оның ішінде қанша уақытта қаражат қайтады, қанша уақытта пайда түседі. Сосын қай жерден қандай қаражат, қанша пайызға, қанша жылға алуға болады. Осының бір сонымен бірге қай жерде палатаға баруға болады, кімге баруға болады. Бәрінің анықтамалығы бар осы кітаптың ішінде. Түсінікті. Өзіңіз осы Бәйдібек ауданында қазір отырсыз ғой. Үлкен басшылық қызметте. Ендеше Бәйдібек аудандық көрермендеріміз отқан болар. Негізгі кез келген өнім шығару үшін нарық есептеу керек. Нарықтың сұранысы қандай? Ендеше осы ауданда қазір нарыққа сұраныста қандай өнім деп ойлайсыз? Енді жалпы біздің айтқан кезде біз өзіміздің палатаның жалпы бір жұмыс бағыты, осы бағытта да жұмыстар болады. Біз қазіргі таңда аудандағы нарықты білеміз. Аудандағы жалпы сұраныс бар. Ұсыныс пен сұраныс деген болады жалпы нарықта. Оны өзіңіз білесіз. Сондықтан біз қазіргі таңда әрине біздің ауданда әзірге бәсекелестікті өте жоғары деңгейде деп айта алмаймын. Бірақ оған біз осы жергілікті әкімдікпен бірлесе отырып, қазір тиісті қадамдар жасалынып жатыр. Біз енді бірінші кезекте осы аудан әкімдігімен бірге жұмыс жасаймыз. Соның қазіргі таңда енді біз айтамыз, жемісін осы келдегі алдағы жылдары көруге болады. Біз қазіргі таңда жалпы аудандағы толық жалпы осы аудандағы қай саланы дамыту керек, қай салаға күшіміз азайту керек деген бағытта біз қазір жалпы талдау жүргізіліп жатыр. Ол талдауды жалпы айтатын болақ, біздің ауданда бірінші рет болып жасадық біз осы талдауда. Яғни біз аудан әкімдігіне, жергілікті атқарушы органға біз көмекші құрал ретінде біз ұсынатын боламыз. Бірақ ол әрине оңай жұмыс емес. Сондықтан статистикалық мәліметтер бар. Біз оған қосымша ақпараттар жинақтаймыз. Соның арқасында біздің ауданда ойлаймыз, жалпы біз аудан әкімдігіне осыны бағыт-бағдар ретінде ұсынамыз. Сосын бірлесіп іске асыратын боламыз. Аудан әкімдігі жалпы палатаның жұмысын толық қолдап, қазіргі таңда бізбен бірге жұмыс істеуге әзірлігін білдіріп жатыр. Сондықтан біз ойлаймыз, бірлесіп осы нарықтағы сұранысты кәсіпкерлерге айқындап береміз. Түсінікті. Жапал Әмзебекұлы, сұхбатымызды жалғастырамыз. Жуырда ғана нұрлы жол болашаққа бастар жол атты үлкен жолдау жолдауда елбасымыздың. Осыда кез келген елдің әлеуетін арттыратын да, экономикасын көтеретін де, дамыған отыз елге қосатын да шағын және орта бизнес екендігін елбасымыз ерекше айтып өтті. Оған биылғы жылдың 100 миллиард теңгені қаражат бөліп қойды қаржыны. Ендеше осы жыл аяқталып келеді. Ауданын қорытындылап кетсек, қанша кәсіпкерлікке, қандай сала бойынша қанша қаржы бөлінді, қолдау қалай? Енді шын айту керек, жалпы біздің ауданда айту керек, кәсіпкерлікке қолдау жергілікті деңгейде жүргізіліп жатыр. Өткенде жаңа оның ішінде біздің ауданға жалпы енді қаражат ретінде қарастырсақ, оның үшін жұмыспен қамту 2020 деген арнайы программа қабылданған бағдарлама. Сол екінші бағыты бойынша шағын несиелер беріліп жатыр. Сонымен бірге бізде жалпы Бәйдібек несие деген қаржы серіктестігі бар. Олардың жұмысы да облыс көлемінде жалпы үлкен деңгейде деп айтуға болады. Алдыңғы орындарда. Біз айта аламыз, жалпы біздің ауданның осы жұмыспен қамту бойынша да көрсеткіш өте жоғары деңгейде деп айтуға болады. Біздің ақпаратымыз бойынша қазіргі таңда біздің ауданда 1,5 миллиардтан астам қаражат берілген, жалпы осы халыққа несие ретінде. Бұның ішінде айтатын болсақ, көп сомасы бұл Бәйдібек несиеге тиесілі. Олардың жұмысын атап өту керек, үлкен жұмыс атқаруда. Сонымен бірге біздің ауданда жалпы жылды қорытсақ, біздің ауданда жалпы халықтың кәсіпкерлікке деген ынтасын, жігерін біз көріп отырмыз. Халық оянып келеді. Өйткені өздеріңіз білесіздер, біздің аудан осы уақытқа дейін өндірістік аймаққа айналмаған аудан. Бірақ соған осы біздің қазіргі таңда аудан билігі бар. Сосын біз бар, осы бағытта үлкен жұмыстар атқарып жатырмыз. Бұл ретте мен ойлаймын, жалпы қазір индустриялық аймақ құрылып жатыр. Мынау Жыланды, Боралдай ауыл округіне қарасты Жыланды елді мекен жанынан ол жерге жалпы құрылыс материалдарын өндіретін қазір мысалы ашуға болады ғой. Сондай қазір ашылады деп күтіліп отыр. Ол уақытта жұмыстар атқарылып жатыр. Сонымен бірге бізде жалпы өздеріңіз білесіз, ауыл шаруашылығына негізделген аудан, ет өндірісі бар, сүт өндірісі бар. Осы бағытта да жұмыстар біршама атқарылып жатыр. Біз ойлаймыз, сонымен бірге біз өзіміз де жалпы палата тарапынан айтатын болсақ, біз өткен жылы жалпы осы ауданның өндірістік әлеуетін
арттыру мақсатында біз табыс 2050 деген үлкен жобаны алып келдік. Ол жоба Астанада үлкен сарапшылардан өткен, соны аудан көлемінде іске асырдық. Оның мысалы біз айтамыз, қорытындысы жаман емес. Мен осы жөнінде тоқталып өтсем бола ма? Осы табыс жөнінде айтатын болсам, бұның мақсаты өздеріңіз білесіздер, жалпы біздің мектеп оқушылары білім саласында ғылыми жұмыстармен айналысады. Бірақ өкінішке орай ол ғылыми жұмыстардың көбіне жалпы ол іске аспай жатады. Бірақ орын аламыз, жетістік көрсетеміз, бірақ қалып кетеді. Біз айттық, осы табыс жобасы арқылы аудан мектептеріне, аудан жастарына айттық, әркім өзінің тиісті ауыл аймағына қатысты қандай да бір жоба болатын болса, ол міндетті түрде терең болуы міндетті емес. Яғни тұжырымдамасы болса, біз сол бойынша жұмыс. Соның өзіне қарап отырсақ, біздің ауданның өзінде біршама жалпы халықты қызықтыра алатын, инвестор қызықтыра алатын, мысалы, жаңағы қазба байлықтары бар, басқа да емдік шөптері бар. Иә, осы мен туризм жөнінде айтатын болсам, сізге бір үлкен біз жаңалық болды. Туризм бойынша бұрыннан ашылған нәрсе, бірақ біз соны қазір тағы да көтеріп жатырмыз. Бұл дегеніміз жалпы біздің осы Бәйдібек аудан аумағында Юра кезеңі бар ғой, Юра дәуіріне жататын дәуіріндегі жалпы көл болған аймақ бар екен Бәйдібек ауданында. Біз соны осы табыс жобасы арқылы таптық. Қарасақ, сол жерде кезінде өзіңіз білесіз, динозаврлар бар, болмаса одан басқа ұшатын кесірткелер бар. Мысалы, осы секілді сол кезде өмір сүрген нелердің жалпы тасқа басылған бейнесі ол жерден табылған. Біз сол жерден сол бір оқушының ғылыми жұмысы арқылы соны тауып, соны қазіргі сол бойынша Алматыға барып, ғылым ордасына барып, көрсетіп, сонымен біз көзіміз жетіп. Бұл дегеніміз әлем бойынша тек қана екі жерде бар екен. Біреу немістерде, Германияда, екіншісі біздің ауданда. Бәйдібек ауданы. Біз ойлаймыз, бұл жерде егер де біз осы аспан астындағы саябақ болмаса, музей дейді, мұражай ашатын болсақ, онда біздің елімізге жалпы бұл туристердің көп ағылатыны бар. Бір ғана Ақмешіттің өзі. Ақмешіттің өзі, ол Ақмешіттің мүмкіндігін қосымша айтамыз. Мысалы, мынаның өзі де қарап отырсақ, бұның өзінде мысалы бұған жалпы неден жаңағы Польшадан ғалымдар келген, Канададан ғалымдар келген. Бұл жерден әлі біз оқыдық, зерттесек, бұның ашылмаған мүмкіндіктері көп екен. Егер де бұны осыны іске қосатын болсақ, бұл Қазақстан бойынша, сосын ТМД бойынша да бұның біз ойлаймыз өте туристік әлеуеті өте жоғары. Сондықтан біз бұл жобаны қазіргі таңда тиісті деңгейіне, шырқау шегіне жеткізу үшін жұмыс жасап жатырмыз. Бұл да біздің ауданға бір үлкен бір серпін алып келеді деп ойлаймын. Бәрекелді. Жегінен Бәйдібек ауданына біз ауыл шаруашылық негізіндегі аудан дедік қой. Дей тұрғанмен елбасымыздың тапсырмасы тұғын 2020 жылға дейін ет экспортын 60 000 тоннаға дейін жеткізу. Осы турасында асыл тұқымдандыру малды. Осы уақытта кәсіпкерлер жұмыс істеп жатыр ма? Енді біз айту керек, мен айттым, бағанағы Бәйдібек несие деген несие серіктестігінің жұмыс бағыты көбінесе ауыл шаруашылығына негізделген. Мен айтайын, бұл ретте үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Сонымен қатар біздің ауданда қазір Ақбастау деген СТК дейді, селолық тұтыну жаңағы ұйымы құрылған. Сол кісілерде қазір ет қабылдау пункті ашылады деп күтіліп отыр. Сосын жалпы сүт қабылданады деп күтіліп отыр. Бұл ойлаймын, бұл да осы біздің ет әлеуетін арттыруға өз ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Сонымен бірге өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда біз мемлекет тарапынан қаражат агробизнес 2020 несі бағдарламасы бар. Соның ішінде мысалы құлан деген жылқы шаруашылығына, алтын асық деген бар, қой шаруашылығына қатысты жобалар қазір қосылып жатыр. Енді бұл жерде енді осылардың бәрін біздің қазір шаруаларымыз біз арқылы естіп отыр, біз арқылы жеткізіп жатырмыз, жергілікті билік бар, біз жеткізіп жатырмыз. Сондықтан мен ойлаймын, біздің ауданның жалпы жайылымы бар, өте әлеуеті үлкен. Кезінде Асанбай Асқаров ағамыз өзі бастап кеткен сонау Ақтас өңіріндегі жылқы зауытын да білеміз. Осыны қайта жандандыруға да болатын шығар. Иә, енді біз өткенде сізге айтып өткен табыс деген жоба, соның ішінде осындай біз айтқанымыз, қандай баяғы аты шулы, аты бүкіл КСРО-ға жайылған қандай өндіріс, соның ішінде осы Ақтас ат зауытының жобасы да келді бізге. Сондықтан біз ойлаймын, егер де енді палатаның ашылғанына 1 жыл болды, біз егер де осы жергілікті атқарушы билікке көмекші болып, біз осыларды тереңінен зерттеп ұсынатын болсақ, зерделеп, мен ойлаймын, бұлардың бәрін болашағы болады деп ойлаймын. Өйткені Бәйдібек ауданы киелі өңір, инвестициялық біз өзіміз талдау жүргіземіз, инвестициялық мүмкіндіктері бар екенін көріп отырмыз. Сондықтан мен ойлаймын, Бәйдібек ауданының болашағы өте үлкен деп ойлаймын. Осы жалпы осы тұрғыда, кәсіпкерлік тұрғыда. Сондықтан біз бұл бағытта жұмысымызды, біздің команда жас, біз жастар талмаймыз, жұмыстың бәрі алда, жұмыс жасаймыз. Жақсы. Жаңа айттық, ауыл шаруашылық мақсатындағы негізіндегі аудан деп. Дей тұрғанмен ауыл шаруашылық негізіндегі ауданды өнеркәсіптік ауданға айналдыру үлкен мақсаттардың бірі. Бұл тұрғыдан жаңағы құрылыс материалдарын шығаратын арнайы ашуға болады дедіңіз. Одан бөлек тағы да өнеркәсіптің қай салаларын қамтуға болады ауданда? Енді бұл жерде ауданда біз айта аламыз, жалпы ауыл шаруашылық өнімдері көбіне шикізаттық деңгейде өндіріледі. Сондықтан біз ойлаймыз, мысалы жалпы сүт өнімдерін шығару,
бұл да мысалы қазір білесіз, әлемдегі азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі. Экономиканы әртараптандыру. Иә, әртараптандыру. Бұның ішінде жалпы бізге қазір инвесторлар келген. Оның үшін сол сүт өнімдерін өндіру бойынша 6 өнімді өндіру сүттің осы бағытта келген инвесторлар. Біз оларға қазіргі таңда айтатын болсақ, біздің аудандарда қазір кәсіпкерлік кеңесі бар. Соның бір мүшесінің бастамасымен ол кісі қазір егерде қандай инвестор келетін болса, осы өнім өндіруге бағытталған келетін болса, қайта өңдеу дейміз ғой, переработка келетін болса, біз оған тамақ өнеркәсібі бойынша орын тегін ұсынайын деп отырмыз. Яғни барлық электр энергиясы бүкіл инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген, біз орын ұсынайын деп отырмыз. Бұл да осы біздің кәсіпкерлік кеңес мүшесінің ұсынысы, ол өзінің несін ұсынып отыр. Бұл да ойлаймыз үлкен бастама деп, өйткені бізге кез келген инвестор келсе, біз оған қолайлы жағдай жасауға дайынбыз. Бұның өзінде сүт өндірісі бар, сонымен бірге енді ауыл шаруашылығы өнімдерін біз егерде қайта өңдесек, өңдеу жұмыстарын жүргізсек, осының өзімен ақ Бәйдібек ауданының біраз экономикалық жетістікке жетуге болады деп ойлаймыз. Әрине. Қазір сондай құрылыс саласында түрлі жыл сақтайтын материалдар көбейіп кетті. Осыған байланысты арнайы мемлекеттік жобаларға да ұсынып жатыр ғой жеке азаматтар. Мәселен, қарапайым ғана өзіміздің қамыстан ғана түрлі жылыту техникаларын ойлап тауып жатыр. Осы салада да түсіндіру жұмыстарын жасауға болады ма? Енді біз айтып отырмыз ғой, біз мысалы бізге кәсіпкер келетін болса, мысалы кәсіпкер келіп, бізде мысалы оған бір құрылғы қажет болса, біз сол құрылғыны өзіміз интернет арқылы, соның бірге басқа да өзіміздің түрлі өздеріміздің жолдарымыз бар. Сол жолдарымызбен біз оларға толық ақпарат беріп жатырмыз. Мысалы, ол кісі жалпы жем шығаратын цех ашқысы келеді. Соған қажет құрылғы бар ғой. Құрылғы болса, сол құрылғыны қайдан алуға болады? Қанша бағада? Ол қандай салыстырмалы түрде біз оған тиісті ақпарат бере аламыз. Сондықтан бізге қазір осы бағытта келген ұсыныстар айтып отырмыз, киіз үй бойынша ұсыныстар келіп жатыр. Мысалы, киіз үй өндірісі бойынша ұсыныстар келіп жатыр. Енді бізде шындап келгенде құрылыс материалдарының бізде табиғи түрлері. Мысалы айттым ғой, жаңа Жыланды ауылының қасында индустриялық аймақ деген. Осы жерге қазір сол Жыланды аумағында бойынша құрылыс материалдарын шығаратын өндіріс іске қосылады деп күтіліп отыр. Мысалы, осы бағытта жұмыстар атқарылады деп ойлаймын. Сондықтан бізге қазіргі таңда осындай ұсыныстар келетін болса, біз оларды тиісті деңгейге жеткіземіз. Оларды шығарамыз. Енді біздің жұмыс бағытымыз жобаларды сүйемелдеу. Яғни оның тиісті құжаттарын дұрыс рәсімделуі, сосын оған қаржының қолжетімділігі, осы бағытта біз оған жобасын сүйемелдейміз. Бәрекелді. Жұмыс істеп жатқандарымызға енді бір жыл толып жатыр деп жатсыздар ғой. Ендеше аудан тұрғындары тамашалап отқан болса болар, алдағы уақытта қай кезде барулар болады. Мәселен, қарапайым азамат білмейді, қай саланы қамту керек, қай салаға кәсіпкерлік дамыту керек. Әрине, қолында қаржысы бар, бірақ қай салаға бағыттауын білмейді. Осы кезде арнайы бір жобалар ұсынып, мәселен, сізде мына 6 жоба бар, Бәйдібек ауданы бойынша осының бірін алсаңыз, соқтылмайсыз деген секілді. Арнайы жобаға қай кезде барып отырған азаматтар сіздерге? Мысалы, біз айта аламыз, яғни аптаның 5 күні. Енді біз бірден 3 күн демалыс болады, басқа уақыттың бәрінде келсе болады. Сонымен бірге сенбі күнінде түскі сағат 1-ге дейін келсе болады. Біз түскі сағат 1-ге дейін кез келген жобаны қарап, оларға тиісті бағыт-бағдар беріп, оны ары қарай сүйемелдеуге біз әзірміз. Ол мысалы бізге айтып отырмын, біздің өзімізге 100-дің үстінде өтініштер келіп түседі. Мысалы, соның бәрін қарастырып, тиісті бағыт-бағдармен өзінің жалпы заңға сәйкес біз оларға тиісті шешімдерін ұсынамыз. Яғни кәсіпкерлер көбіне, мысалы біз айтатын болсақ, олардың құқықтық сауаттылығы аз кәсіпкерлер. Сондықтан біз осы ойлап отырмыз, алдағы жылдан бастап бірінші кезекте жұмысымызды осы кәсіпкерлердің құқықтық сауаттылығын арттыру. Біз айтып отырмыз, біздің басқа мекемеден ерекшелігіміз бізде ашықтық, жариялылық, қолжетімділік. Бізде кез келген уақытта кәсіпкер келіп, өзінің кеңесін алып, еш кедергісіз, ешқандай кезек деген жоқ, осындай мәселе. Біз өзімізді, біз кәсіпкерді, біз өзімізді жалпы олар қорғаушы ретінде сезінеді, қорғаушы, қолдаушы ретінде сезінеді. Бізде кәсіпкер өзіміздің жақын тұлға ретінде есептейміз. Жақсы. Негізінен әрине барлық аудан жиылып бір үлкен облысымыздың абыройы ғой, өндірістің саласы. Мәселен, Ордабасы ауданын алсақ, бүкіл құрылыс саласындағы салалар, мәселен, қыш зауыты, түрлі жылыжай салаларының бар Ордабасы ауданында орналасқан деп жатамыз. Тұрған Бәйдібек ауданында Ақтастың қасиетті тасы бар. Мәселен, ол тасы да әжетке жаратуға болады, мәрмәр тастар. Ол үлкен сұранысқа да ие. Осыны әлемдік нарыққа, әлемдік рынокқа шығару барысында жұмыс жасауға болады ма? Әрине болады. Енді біз өткенде ғана біз осы ұсыныс беріп шықтық, яғни біздің ауданның инвестициялық мүмкіндіктерін жариялау мақсатында. Яғни біздің қазіргі таңда өзіңіз білесіз, әлеуметтік желілер бар. Болмаса одан басқа біздің облыстың арнайы сайты бар. Сол жерде инвестициялар ұсынады инвесторлерге. Кәсіпкер инфо деген сайт бар. Соның ішінде біз сондықтан өткенде шықтық. Яғни аудан бірінші әкімдігіне қарастырсақ, қандай жобалар бар. Біз соларды тиісті деңгейде
яғни инвесторларға ұсынуға болады. Біз оны кітапша ретінде де, әлеуметтік желілер арқылы, болмаса басқа да интернет ресурстар арқылы біз оларды насихаттауға болады деп есептейміз. Мысалы, шетел инвесторларға таныстырып жатыр олар? Иә. Ол мысалы егерде енді біздің ауданда білесіз ғой, жоба егерде шырқау шегіне жетіп, толық пісіп жетілмесе жоба, оны инвесторларға ұсыну мүмкін емес. Арнайы бизнес жоспар жасалынады. Бизнес жоспар жасалу керек. Ол жан-жақты зерттелу керек. Ол оңай жұмыс емес. Яғни жоба жан-жақты. Сондықтан біз ойлаймыз, ол жобаны толық сипаттамасымен жасалғасын барып ұсынуға болады деп ойлаймыз. Бірақ енді біз қазіргі енді осы бір жыл көлемінде зерттеліп қарадық. Енді алдағы уақытта осы жобаларды, яғни осы әлемдік нарықта, оның ішінде Қазақстан нарығында, облыс нарығында жіктей отырып, біз оларды тиісті деңгейде ұсынамыз. Мысалы, кейбір жобалар облыс көлемінде болуы мүмкін. Кейбір жобалар Қазақстан көлемінде, кейбір жобалар әлемдік деңгейде. Сондықтан біз соларды қазір сараптап, бәрін сосын ғана біз оларды ұсына аламыз халықтың назарына. Облыс көлемінде инвестициялық көрмелер өтіп жатыр, форумдар өтіп жатыр, бірақ біз оған әзірге оны ұсынуға, шын айту керек, толық жобалар пісіп жетілмеген. Бірақ негізінде аудан әкімдігі тарапынан басқа да жобалар ұсынылып жатыр, бірақ біз өзіміздің әзірлеген жобаларымызды әзірге біз сол кітапша ретінде шығарсақ деп отырмыз. Кітапша ретінде бірігіп аудан әкімдігімен сосын интернет салып таныстыруға болады деп ойлаймын. Әлде болса кәсіпкерлікпен айналысам деген азаматтар үшін құлағдар етейік. Мәселен, осындай арнайы жобаларға қаншаға дейін қаржы бөлінеді, қанша пайызын өзі төлейді, қанша пайызын мемлекет төлейді. Осы жайында бір ауыз айта кетсек. Енді мысалы өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда ауылда көбінесе, ауданда көбінесе халықтың үйреніп қалған баяғы салт болып қалып қалған нәрсе, ол мал шаруашылығына емделеді. Одан басқасына жаңағы риск дейді ғой. Жалпы тәуекелге барғысы келмейді басқа салаларда. Енді бірақ қазіргі таңда білесіздер, біздің еліміздің бағыт-бағдары кеше елбасымыз да жолдауында айтып кетті ғой. Жалпы осы өндірістік салаға бөлу керек деп. Яғни біз өнім өндіруге. Сондықтан қазіргі таңда мемлекеттік қолдаудың бәрі осы өндірістік салаға беріліп жатыр. Өкінішке орай біздің аудан ауыл шаруашылығына негізделгендіктен солардың көбісі тимей жатады. Сондықтан біз әлде болса да осы халықтың ойын, пікірін осы өндірістік ойға бағыттау, осы идеологиясы астарында жұмыс жүргізіп жатырмыз. Өйткені егер де біз ондай бағытта келмесек, біз осы мемлекеттің елбасы тарапынан айтып отырмыз, осы бөлінетін қаражаттарға бізге қол жетімді болмауы мүмкін. Сондықтан біз мысал айтатын болсақ, қазір ауылдағы ең тиімді қаржы осы бәйдібек несие, сосын жұмыспен қамту 20-20, сосын ырыс деген ұйым бар. Ал егер үлкен жоба болса, оған максимум деген ұйым бар. Мысалы, жұмыспен қамту 20-20 ол халық үшін тиімді жоба, тиімді ойлаймын бағдарламада. Өйткені ода мысалы 5 жылға береді. Мысалы 6%-бен 3 миллион теңгеге дейін береді. Бірақ олар енді көбіне сол шағын жобаларға ұсынылады. Көбінесе мал шаруашылығы, болмаса қызмет көрсету осы бағытқа беріліп отырады. Ал енді егер де жобалар ірі болса, онда мысалы максимум деген ұйым бар, инвестициялық қор бар осы біздің облыста. Соған ұсынылады жобалар. Олардың да осы өздерінің жалпы кез келген қаржы институттарының өздерінің басым бағыттары бар. Ол әрине осы еліміздегі саясатқа негізделген, экономикалық саясатқа негізделеді. Сондықтан біз соған кәсіпкерлерімізді келген кезде соған сәйкестендіруге тырысамыз. Егер де біз бір бағытта кете беретін болсақ, біз ол қаражат бізден кете беретін болады. Сондықтан біз қазір өндірістік әлеуетке, яғни шағын болса да, үйінің жанынан болса да, бір шағын өндірістік сипатқа өнім өндіретін деген сондай бағыт-бағдар беріп жатыр. Бана айттым, ауылға барып жатырмыз деп. Соның да осы бір мақсаты сол. Яғни мысалы даму деген қор бар. Кәсіпкер дамыту қолдау қоры. Білесіз, оларда да мысалы керемет мүмкіндіктер бар. Мысалы жалпы ол жаңағы кепілдік егер де жетпей тұрса, 70%-ға дейін кепілдендіреді. Мысалы сіз 30%-ыңызды қоясыз, ар шетіндегі 70%-ын олар кепілдендіріп береді, даму кепілдендіріп береді. Сосын алып отқан сіздің несиеңіз болатын болса, сіз 14%-ын алсаңыз, оның 50%-ын бұлар субсидиялап береді. Мысалы сол кезде сізге ар шетіндегі 7%-дан түседі. Бұл да тиімді. Бірақ оны алу үшін сіз олардың тиісті талаптарына сай келуіңіз керек. Жақсы, уақытқа бағынбас қылмыз, мінекей сұхбатымыз өз мәресіне тайып келеді. Барша азаматтарға болашақ кәсіпкерлерге түсінікті сұхбат болды деген ойлаймыз. Алдағы мейрамдарыңыз құтты болсын дейміз. Өздеріңізге алдағы жұмыстарды тек табыстар тілейміз. Елбасының тапсырмасын бірге орындауға тек қана шығармашылық табыс, жұмыстарыңызға әрдайым қолдау көрсетіп жатуын тілейміз. Жұмыстарға тек қана табысты болсын. Мінекей құрметті көрермендер, осымен Алдаспан хабары тәмам. Алдағы уақытта жаңалықтар бөлімі әрдайым Қазақстан Шымкент телеарнасымен бірге болыңыздар. Аман сау болыңыздар.